Сәлем достар, менің есімім Ақмарал Тасболатова, Global Trend компаниясының дистрибьюторымын. Жалпы Global Trend компаниясының 7 табыс көзі бар маркетинг планда. Соның 5-ші табыс көзі ол серебряный статусты жапқан кезде шетелге бір рет тегін шығуға болады. Мен енді қазір серебряный статустамын және осы мүмкіндікті пайдаланып отырмын. Бізде компанияда жалпы осы бір жылдан астам уақыт болды ашылғанына, және де бірінші жылы Турцияға барған болатын. Турцияға 34 адамды апарған. Ал одан кейін Дубай, екінші поездка Дубайға болды. Дубайға 230-дан астам адамды апарған болатын. Ал бүгін міне Египетке 400-ден астам адамда келіп отыр. Бұл деген компания үшін өте үлкен жетістік, өте үлкен жеңіс десе де болады. Көрдіңіздер ме? Бір жылдың ішінде осыншама адамда келіп, кеше отельде жүрміз, бәрі таңғалып жатыр. Бұл қандай компания сонша адамды әкеліп жатқан деп. Міне осының бәрін компания бізге тегін ұсынып отыр. Тегін демалу деген өте рахат нәрсе екен. Жалпы бір жыл бұрын мен өзім декретте отырған ана едім. Ал қазір бір жыл бұрын мен үш ұйықтасам түсіме де кірмеген. Осындай жерде мен демалам, осындай жерде осылай Қызыл теңіздің ортасында отырамын деп. Бірақ міне бүгін осы жерде тұрмын. Осы жерде табиғатын тамашалап, Қызыл теңіздің ортасында әртүрлі балықтарды көріп, енді пирамиданы көріп, әлемнің 7 кереметінің бірі. Осындай мүмкіндікті беріп отқан компанияға мың алғыс, мың шексіз. Осының бәрін бізге тегін мүмкіндік беріп отыр. Сол себептен жалпы серебро статусын жабу ол өте оңай, яғни бар жоғы командаңызда 155 адам болғаны жеткілікті 100 PV-ден. Сол себептен маркетинг план өте қаржылы, денежный. Сіздер де осы компанияда болып міндетті түрде осындай мүмкіндікті пайдаланыңыздар, қолдан жіберіп алмаңыздар. Жалпы сетевой маркетингті көбісі дұрыс түсінбейді. Көбісі пирамида лохотрон деп, бірақ олай емес негізінде. Көп адам әлі де түсінбей жатыр. Негізінде компания традиционный бизнес айлыққа жұмыс жасағанда сіз бұндай мүмкіндіктерді сіздерге өздеріңіздің жұмыс беретін жерлеріңіз бермейді. Ал сетевой маркетингте ақша да бар, путевка да бар, шетелге де барасың, мотивация және де білім, өте күшті білім алуға болады. Өте жетістікке жеткен адамдармен тіл табысып, яғни солардан үлкен білім алуға болады. Сол себептен сетевой маркетинг ол рост, адамның өсу деңгейін арттырады, білім деңгейін арттырады. Енді біз көбісі қазақтар әлі көзі жабық, қазақтарда өте көп әлемді көрмеген, жер көрмеген. Міне осындай жерлерге келсе, адамдардың көзі ашылады екен. Әртүрлі адамдарды көреді, шетелдің адамдарын көреді, қандай мәдениетті, қандай үлкен табыстарға жеткен адамдар, сондай қарапайым. Соны көрген кезде жыл сайын мен уже шетелге шығуға менде желание пайда болып жатыр. Яғни бір жыл жақсылап жұмыс жасап, бір жылдан кейін міне осылай демалуға адам әрбіріне осындай мүмкіндікті беру керек өзіне. Сол кезде ғана не үшін жұмыс жасап жүргенін біледі адамдар. Біз қазақтар демалуды білмейді екенбіз. Жыл 12 ай өмір бақи жұмыс жасап жүреміз, бірақ оның жемісін көрмейміз, рахатын ала алмаймыз. Міне осындай рахатты алып, бір жыл жұмыс жасап, осындай компаниямен бірге жұмыс жасап, жұмыла, осындай жерлерге келіп, мүмкіндікті пайдалану керек. Сіздердің де әрбірлеріңіз осы Global Trend компаниясының маркетинг планын терең үңіліп зерттеулеріңізді сұраймын, себебі менің айту міндетім ол әрбірлеріңізге. Мен сияқты отырған, декретте отырған қанша аналар бар үйде, соларда осындай үйде құр отырмай, осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Осылай шетел көріңіздер, ел көріңіздер, табыс тауып, жетістікке жетіңіздер. Сіздерде әрбірлеріңіз ол міндетсіздер. Сол себептен осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ақмарал Тасболатова. Сау болыңыздар.